Сәлем достар, бүгін біз сіздермен сүтті қыз тортын пісіреміз. Сонымен бізге қажетті нәрселер: 200 грамм ұн, 3 жұмыртқа, 380 грамм қойылтылған сүт, 10 грамм қамыр қопсытқыш. Қамыр қопсытқышымызды ұнға араластырамыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп алдық. Және 3 жұмыртқамызды миксерлейміз. Жұмыртқамыз кішкене көпірши бастаған кезде қойылтылған сүтімізді құямыз. Бұл жерде 380 грамм. Және ең төменгі жылдамдығында тағы да миксерлейміз. Тексеріп көреміз. Аса көп шайқай берудің қажеті жоқ. Түгел біркелкі массаға айналған кезде ұнымызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп саламыз. Алдын ала миксермен кішкене қозғап аламыз. Және осы кезден бастап пешімізді 160 градусқа қыздырып қоямыз. Миксерлейміз. Кішкене миксерлеген соң қалған бөлігін қосамыз ұнымыздың. Қамырымыз дайын. Жасылды қалай жұмды кетем десең, деп камераның бәрін қозғалып жүрсем, біз алдын ала пергамент қағазын дайындадық. Өзіңіз қалаған диаметрді аласыздар. 22, 20, 18. Диаметрінің үлкен кішілігіне байланысты сіздерде корждың санында үлкен немесе кішірек болып шығатын болады. Алдын ала мен кастрюльдің қақпағының астына бекітіп қойдым. Және бұларға шамамен бірдей көлемде етіп қамырымызды құйып аламыз. Барлық пергаментке құйған қамырыңызды шамамен бір тегіс етіп жайып аласыз. Себебі бір жері көп, бір жері аз болатын болса, піскен кезде бір жері сары, бір жері ақ болып пісетін болады. Ал ең жақсы деңгейде бұлар барлығы тегіс ақ болып піскендігі жақсы бізге. Сонымен ең бірінші біраз қалыңдау етіп біреуін жасаймыз, ал қалғандарын шамамен бірдей қалыңдықта етіп жасадық. Бізден 6 корж шықты және оны қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. 3-5 минут көлемінде піседі, одан артық пісетін болса сарғайып кетеді. Сонымен біз корждарымызды пісіріп болдық. Ендігі кезек кремде 550 грамм кілегей, қойылтылған сүт, 200 грамм қант ұнтағы, 300 грамм сүзбелі ірімшік. Сапасы өте жақсысын таңдағаныңыз жөн. Осы кремдердің құрамына, кремнің дәміне байланысты сіздің тортыңыздың дәмі ерекшеленеді. Кішкене жарты минуттай миксерлейміз. Кішкене көпірши бастаған кезде қақпағын ашып, қант ұнтағын саламыз.
және сүзбелі ірімшігімізді салып аламыз. Қақпақты қайтадан жауып, ең төменгі жылдамдықта миксерлейміз. Қант ұнтағы барлығы жоғарыға ұшпас үшін алдын ала араластырып аламыз және өте төменгі жылдамдықта миксерлейміз. Барлығы біркелкі араласу үшін біз міндетті түрде жиегін ішіне салып отырамыз. Миксеріміздің ізі қала бастаған кезде осылай біздің креміміз дайын деген сөз. Біз қазір тағы да тексеріп көреміз. Мінекей, түспейтін крем болды. Бізде дәл қазір бисквит пісіп тұрғандықтан өте жылы біздің тұрған жеріміз, сондықтан 3-4-5 минут көлемінде, одан артық емес, мен мұздатқышқа жіберемін. Бұл кезекте біз корждарымызды жинаймыз. Суыттық. Және айта кеткім келгені, бұлардың беттері кішкене жабысқақ болады. Бірақ өте қатты бүйтіп қолыңызды тигізген кезде немесе былай қарағанда жылтырап тұрса, ол піспегендігі. Қолыңызды тигізгенде кішкене жабысқақтығын көресіз ыстық күйінде, ал суыған кезде ол аса жабыспайды. Сонымен ең қалың коржды алып, ең бірінші салып аламыз. Және оның сыртына сәйкестеп қалыбымызды кигіземіз. Бұның бетіне кремімізді саламыз және тегістеп жағып отырамыз. Кондитерлік қалтамен салу міндетті емес. Бұл қалыпсыз да жинасаңыздар болады, бірақ қалыппен жинау өте ыңғайлы және тез. Бұның бетіне келесілерін салып шыға береміз. Біріншісіне табанын ең астына қаратсақ, ал келесілерден бастап табанын бетіне қаратып жасаймыз. Қатты басудың қажеті жоқ, аз ғана ұрғылаймыз қолмен. Шарап, шарап, шарап. Шарап, шарап. Шарап, шарап, шарап. Коржымызды салдық. Оның бетіне де кремді жақсылап жағамыз. Кішкене ортаңғы жері менде биіктеу шықты. Ол ештеңе емес, сыртын жинақтау, түзету барысында ол қалыпқа келіп кетеді. Осылай жағып шығамыз. Жағып болдық және жиегін өтіп шығамыз. Осы кезде бір рет жасап болғаннан кейін, егер асықпасаңыз, тоңазытқышқа 1 сағат көлемінде қойып қойсаңыз, әрі қарай жұмыс жасауға өте жеңіл. Және біз ақырындап аламыз қазір.
жиегін тегістеп шығамыз. Бізге қазір қай жері тегіс, қай жері тегіс емес анық көрінеді. Және сол жерлерді ақырын толтырамыз. Енді біз тортымыздың бетін сәндейтін кремді дайындаймыз. Ол үшін бізге 50-60 грамм қант ұнтағы, 100 грамм сүзбелі ірімшік және 100-110 грамм шамасында кілегей қажет. Сүзбелі ірімшігімізге қант ұнтағын араластырып езіп аламыз. Барлық масса суық болу керек, салқын болу керек. Және өзіңізге ұнайтын, өзіңіз қалаған бояуды аласыз. Мен сары бояуды алдым. Осындай өте жұмсақ масса пайда болады. Және оған бір ас қасық көлеміндей мынау гель тәрізді бояғыш көп кетеді. Және оған кілегейімізді құямыз. Ал америкалор немесе басқадалар болса, одан сәл азырақ кетуі мүмкін. Және кілегейімізді құйып миксерлейміз. Жиектерін ішіне сала отырып, тағы бір рет миксерлейміз. Өзінің ізін қалдыра бастаған кезде мінекей ақпайды. Миксерлеуді тоқтатамыз. Осындай крем болды. Кондитерлік қалтаның басына қалаған насадка дейміз. Қалаған пішінді салып, кондитерлік қалтамызға салып шығамыз. Кондитерлік қалтамыздың басына қарай сығып әкелеміз. Тортымызды алып шықтық. Кондитерлік қалтаға дайындаған креміміз. Осылай гүлдер жасап шығамыз. Және мынандай безендіргіштерді бетіне сеуіп шығамыз. Дайын. Осы күйінде тоңазытқышқа кем дегенде 2-3 сағатқа жібереміз, және одан кейін тортымызды кесе берсек болады. Және сіздер біздің тортымыздың кескендегі бейнесін біздің Instagram парақшамыздан көретін боласыздар. Осымен тортымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Шарап.